туған жердің гүл іздейді, кірбірің құштарымнан бір іздейді, келесіні гүл боп еркен көз алдыма, өзіңді мен іздемей кім іздейді, арына махаббаттың шырай керек, шын сүйген азабыма шыдайды, ән айттым арнап саған мұңаймады, әдем-ау мені сүйсең мұңаймады. Асакаров ауданының жастар балалар жасөспірімдер орталығының оқытушылары мен оқушылары ұйымдастырған Роза Бағланованың 100 жылдығына арналған сахналық қойылым. Жарығым-ау, сағындым ғой даусыңды, естіп даусымды құмарымнан шығайыншы. Шіркін Роза, неткен дауыс, неткен жүрек. Ән салса Роза салсын деуші еді ғой, оның көкейінде күміс қоңырау бар еді ғой. Құлақтан кіріп, бойды билеп жүрекке барып орнайтындай құдірет бар еді ғой оның үнінде. Шіркін, шіркін Роза. Әже, біз келдік. Ой құлыншақтарым, келе қойындар. Мәс саған, мынау тіпті ауыр ғой. Ішінде 5 көп па немене? Ал айта беріңдер, қандай жаңалықтарың бар? Әже, бүгін 3 табақтан 5 алдық. Ана тілі, математика, музыка. Ой, ана тілі мен математикадан күнде алатын 5-ің ғой, ал музыкадан қалай 5 алып жүрсіңдер? Әже, сіздің үнемі жақсы көріп айтатын әніңді айтып бердік. Қандай ән? Ақ Самара городокты айтып бердік. Мәс саған Ақ Самара городокты ма? Ай, ол бір дәуір әні ғой, сахнадан түспеген үздік ән ғой. Ол әнді орындаған қазақтың бір туар әншісі ғажап үнді Роза Бағланова ғой. Ал сендердің Роза болуларың сол кісінің есіміне тікелей байланысты. Әже, біз сонда Роза Бағланова бола аламыз ба? Боласыңдар, боласыңдар. Болмасаң да ұқсап бақ деген. Міне қараңдаршы, қандай керемет. Қандай әдемі. Және, әже, қарашы, мен ұқсаймын ғой, я? Әрине ұқсайсыңдар, ұқсайсыңдар. Роза Бағланова – советская и казахская оперная и эстрадная певица, народная артистка СССР, народный герой Казахстана. Родилась 1 января 1922 года в городе Казалинске, ныне Казалардинская область, Казахстан. После школы Роза поступила в Казалардинский педагогический институт, но проучилась там недолго. В Ташкенте ее пение случайно услышал солист Ташкентского оперного театра и одновременно директор филармонии Карий Якупов. С 1941 года работала в Самарканде, в Государственном женском ансамбле песни и пляски Узбекской ССР. Летом 1941 года Розе Бағлановой дали направление в Московскую консерваторию, но началась война, и она ушла на фронт вместе с Государственным женским ансамблем песни и пляски Узбекской ССР. Она прожила насыщенную, красивую, продолжительную жизнь. Ее все уважали, почитали, к ее мнению всегда прислушивались. Ол сұлулықтың іңкәр еді ғой, сұлулықтың сұлтан еді ғой. Шіркін, сахнаға жарқ етіп шыға келгенде өзімен бірге күннің сәулесін, көктемнің көркін ала шығушы еді ғой. Апа, бүгін менде концерт қой білесіз. Розаның сабағын қарай салыңызшы. Жарайды, бара бер. Жақсы. Ал қызым, келе ғой, сабағыңды оқиық. Әже, маған Роза Бағлан қызы туралы айтып беріңізші. Ол кісі де бала кезінен ән айтқан ба? Айтқанда қандай. Ән айтуды әжем күндейден, апам Ақбірштен үйрендім деп айтып отыратын. Үнемі Қызылорданың педагогикалық институтын оқып жүргенде сырттай бөлімге ауысады да,
Ташкентке жұмыс іздеп барыпты. Ай, жұмыс деген табыла қойсын ба? Бір күні Ташкент филармониясының директоры Қара Яқұповпен көшеден өтіп бара жатқанда кездескен екен. Только Верочка идет, а в Самара городок. Беспокойная я, успокой ты меня. Бұл 1941 жылдың көктемі еді. Ей, айналай, сәлеметсің бе қызым? Жаңа өтіп бара жатып дауыс естіп едік. Кім айтты? Осы жерде біреу ән айтып еді. Кім айтты? Жаңа ғана өлең айтты. Кім ол? Мен айтқан. Сенбісің? Сенбісің айналайын? Рас айтып тұрсың ба? Иә, мен айтқан. Мәссаған. Мә, ендеше бір тыңдап көрейік. Біз ән тыңдағымыз келіп тұр. Айтыңызшы. Мен не үшін айтуым керек? Біз ән тыңдағымыз келіп тұр. Айтыңыз, айта ғой, қысылма. Айналайын, сен қысылма. Біз жаңа ғана өтіп бара жатып естідік. Керемет дауысты. Қане, айта ғой. Ой, айналайын, кімсің, кім боласың? Атыңды айта ғой, қысылма. Кім боласың, қайдан келдің, қай елсің? Есімім Роза, Қызылорда қаласынанмын. Педагогикалық институтқа түскенмін. Бірақ отбасымның жағдайы тіптен нашарлап кеткен соң, сырттай оқуға ауыстым. Мұнда қайдан жүрсің?
Жамағайынбыз, Әбдірахман ағам тұрады осында. Айналайын, енді не істейсің? Енді тігін фабрикасына жұмысқа тұрамын. Тігін фабрикасына? Ей, айналайын, келе ғой қарағым. Қорықпа, жақында. Жақсылап тұрып танысып алайық. Айналайын, мына менің атым Кара, фамилиям Якупов. Өзбекстан филармониясында директормын. Ал мына кісі болса Гаухар ханым. Гаухар Рахимова, үлкен ұлағатты ұстаз, өнерпаз, талай шәкіртті дайындаған кісі. Мынада менің бүкіл мекенжайым жазылған. Ертең сағат 10-да кешікпей келетін бол. Кешікпе. Айналайын, кешікпе. Кешіріңіздер, мен бара алмаймын. Неге? Менің жұмыс істеуім керек. Ой, айналайын қызым, сен мына ашыған жұмыртқадай аппақсың. Түсінемісің? Анау сенің тігін фабрикаңда тігіншілер деген жетеді. Онсыз да ол жерде жұмысшылар көп. Ал біздің елімізге мынау сен сияқты тамаша әншілер керек. Сенің даусың деген ғажап қызым. Мен сені өзімнің ансамбліме аламын. Сен нағыз айтулы әнші боласың. Гаухар ханым айтса, барлығы да орнына келеді қызым. Келесің ғой? Сен тамаша өнерпазсың, даусың деген ғажап. Келе ғой, жарай ма? Міндетті түрде барамын. Болды онда, кешікпе, біз сені күтеміз. Онда Әбдірахман ағама айтайын. Дауысы деген керемет екен. Осындай бізге дауыс керек. Ай Дәурен-ай, Роза апамның концертін көрген дарманда, көрмеген дарманда ғой. Ол кісінің әрбір әні бір тағдыр, бір тарих, бір спектакль еді ғой. Егер есте күндер ғана өмір деп аталса, менің есімде қалған Роза ғұмыр осындай.